Ассалаумағалейкум, менің есімім Нұрхан, химия пәні мұғалімі. Бүгінгі таңда біз сіздермен өте қызықты тақырып өтетін боламыз. Ол тақырыптың аты орысша айтқанда плотность, қазақша тығыздық. Бастайық. Жалпы тығыздық дегеніміз не? Тығыздық дегеніміз ол бізде П, яғни П әрпімен белгіленеді. Кішкентай болып қалды ма? П дегеніміз бізде тығыздық. Бізде тағы да басқа тығыздық бар, ол D деп белгіленеді. D дегеніміз density, ағылшын тілінен аударған кезде D дейтін density деген мағынаны білдіреді. Бұл да бізде тығыздық. Бірақ біз химияда көбінесе осы мынаны да қолданамыз. Бірақ осы тығыздық бізде көп кездесетін болады. Яғни мысалы бір ерітіннің тығыздығы деген сияқты ше. Мысалы айтайық, так, P, иә? Бұның өлшем бірлігі грамм на моль. Ой, кешірім сұраймын. Грамм на моль емес, грамм на литр. Яғни бізде грамм деген масса бөлінген объемға. Яғни осыдан бізде формула шығады. P тең болады M бөлінген V. Бұны былай жасасаңыз болады. P тең болады жүрек. Жүрек саласыз, и просто ортасына бөле саласыз. Яғни үстіндегісі бізде масса, мынау бізде V. V дегеніміз бізде көлем. Көлем бізде литр болуы мүмкін, миллилитр болуы мүмкін, сантиметр куб, дециметр куб. Яғни бізде өлшем бірліктер өте көп, бірақ осы төрт ең көп кездесетін өлшем бірліктер. Және де метр куб дейтін бар. Бірақ бұл өте сирек кездеседі. Именно біздің химияда. Келесі. Жаңа айтып кеткендей, плотность, яғни тығыздық тең болады масса бөлінген V. Енді V-дің несін салайық? V-ді түсіндіріп кетейін қысқаша. V объем. Енді V бізде литр, миллилитр, сантиметр куб, дециметр кубта келеді. Литр. Енді бізде мысалы есептерде айту мүмкін, мысалы бізге мысалы айтады тығыздық грамм на литрда берілген, яғни литрда берілген. Ал есепте берілген көлем бізде миллилитр болуы мүмкін. Мысалы 1000 миллилитр болуы мүмкін. Сіз осы миллилитрді литрға айналдыру керек. Соны қалай айналдырамыз, қазір көрсетемін. Бізде 1 литрда 1000 миллилитр бар. Ал 1 дециметр кубта 1000 сантиметр куб бар. Яғни бізде бұдан не шығады? Бізде литр тең дециметр кубқа, ал миллилитр тең сантиметр кубқа. Осындай бізде қысқаша осын жаттап алу керек. Мысалы айтады, бізде 2 литр су бар дейік, и оны сантиметр кубқа алмастыр десе, мысалы, 2-ні көбейтеміз 1000-ға. Бізде 2000 миллилитр. Ал 2000 миллилитр бізде 2000 сантиметр кубқа тең болады. Келесі түсіндіретін нәрсе бізде масса. Масса енді түсінікті, бәрі біледі деп ойлаймын. Масса тең болады бізде граммға, килограмм берілуі мүмкін. Бізде 1000 грамм бізде 1 килограммға тең, оны бәрі біледі. Бұны қатты түсіндіріп керек жоқ. Және де бізде осы масса байланысты біз көбінесе омеганы қолданамыз, және мольдің формулаларын қолданамыз деген сияқты. Енді бір есеп шығарып көрейік. Мысалы айтады, бір ерітінді бар, натрий хлор. Плотності 1,07 грамм на миллилитр. Объем бізде 0,2 литр. Осының массасын табу керек. Массасын қалай табамыз? Бірінші бізде P тең болады M бөлінген V, яғни масса бөлінген объем. Объем бізде беріліп тұр 0,2 деп.
Енді массаны табу керек. Масса білмейміз. Объем бізде 0,2 литр. Енді қараңыздар, бізде плотность, яғни тығыздық бізде миллилитрда берілген. Міне миллилитр деп тұр. Яғни осы литрді миллилитрға ауыстырамыз. Бізде 0,2 көбейтілген 1000. Бізде тең болады 200 миллилитр. Сонда ал массаны табу үшін мына формуланы біз басқа формула шығарамыз. Масса тең болады пи көбейтілген v. Яғни пиді v-ға көбейткен кезде бізде m шығады, масса шығады. m тең болады 1,07 көбейтілген 200. Сонда бізде неше шығады? 214 шыға ма? 214 грамм. Қазір мен калькуляторды алайын. Қайдасын батам. Таптым. 1,07 көбейтеміз 200-ге. 214 грамм. Так, келесі. Тағы да бір есеп шығарайық. Мысалы айтайық. Бізде бір ерітінді болды. И, допустим, алайық. FeSO4 дей салайық. И осын, бізде ерітінді ғой. Яғни оның ішінде су бар. Таза тұздың массалық үлесі бізде айтады 28% дейді. Ал массасы бізде белгісіз дей салайық. Жоқ, массасын алайық 150 дей салайық, 150 грамм. Объем белгісіз, плотность бізде так, жоқ, бұл жағдай пластикаланды. Айтайық, бұның объемы алайық 1,35 литр. Плотности бізде плотность 1,03 грамм на миллилитр. И бізге массасын табу керек. Яғни бізде FeSO4-тің осы ерітіндегі массасын табу керек. Не істейміз? Бірінші пи бөлінген m бөлінген v. Бізге бірінші массаны табу керек. Жалпы ерітіндінің пи тең болады бізде m бөлінген v. И біз бұл формуланы басқаша жазамыз. Қалай жазамыз? Массаны табу үшін масса тең болады пи көбейтілген v. Массаны табамыз. 1,35 көбейтеміз. Так, мына жер қате. Себебі біз не істеу керекпіз? Біз объемды алмастыру керекпіз, яғни ауыстыру керекпіз. Бізде плотность миллилитрда берілген. Миллилитрда. Получается, бізге объемды тек қана миллилитрда қолдану керек. Осыны 1000-ға көбейтеміз. 1350 миллилитр. Сонда масса тең болады. Бізде 1,03 көбейтілген 1350. Шығарамыз 1350. 1395 грамм. Енді бізге бұл жалпы ерітіндінің массасы. Бұл бізде жалпы ерітіндінің массасы. Бізге не табу керек? Бізге мынау именно FeSO4 массасын табу керек. Бізде масса үлесінің формуласы масса бір заттың массасы бөлінген масса ерітіндіге. Көбейтеміз 100-ге. И осы формуланы басқаша жазатын болсақ, масса x бізге керек, яғни бір заттың массасы тең болады масса ерітінді көбейтілген омега бөлінген 100-ге. И осы формуланы орнына қоятын болсақ, масса вещества x, заттың массасы 1395 көбейтеміз 0,28-ге.
28 дегеніміз 28%. Көбейтеміз 28. Сонда бізде жауабы 389 да 34. Келесі есеп айтады. Бізде мысалы айтайық бұлай болды дейік, мысалы плотность. Так, бізде бір ерітінді болды. Айтайық натрий хлор. И натрий хлордың массалық үлесі 52 бола берсін. Ал массасы, именно осы натрий хлордың 23 грамм. Плотность бізде 1,25 грамм на литр. Бізге нені табу керек? Бізге объем табу керек. Біріншіден бізде объем массасы, тығыздықтың формуласы масса бөлінген объем. И осы формуланы арифметикалық түрде ауыстыратын болсақ, бізде масса бөлінген пи. Енді массаны табу үшін масса тең болады. Жаңағы алдыңғы формуланы қолданамыз. Яғни 23 бөлінген 0,52. Яғни бұл бізде массалық үлесі, но бізде 23 грамм масса вещества. Яғни бізде омеганың формуласы бар емес мынандай. Масса вещества, яғни масса X бөлінген масса ерітіндіге. Көбейтеміз 100-ге. Енді масса ерітіндіні табу үшін біз қазір масса ерітіндіні тауып отырмыз. Тең болады масса X бөлінген омега. Омега бөлінген 100-ге аяқта. Шығарайық енді масса ерітінді жазын. Так, 23 бөлінген 0,52. Сонда бізде 44-те 23 грамм. Бұл бізде ерітіндінің массасы. Енді біз мынаны таптық, ерітіндінің массасын. Плотность бізде берілген, енді объем табу керек. Объем бізде тең болады 44-те 23 бөлінген 1,25-ке. Жауабы 35-38 грамм. Жалпы бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Бүгінгі өткен тақырыбымыз тығыздық. Қысқаша түрде бастапқы керек информация ғана болды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.